Енді негізінен біз балаларды сұраймыз, мұғалімдерді де сұраймыз. Балалардың және біздің оқушылардың осы жазғы мектепке қалағаны қажет. Енді дәлелді себептері болатын болса, әрине де оны біз түсініспеушілікпен қараймыз. Бірақ негізінен көбінесе біз балаларға бұл жазғы мектепке қатысу керек деп санаймыз. Өйткені шын мәнінде енді қашықтан оқытуға байланысты оны дәстүрлі оқытумен салыстыруға болмайды. Ол тең емес. Сондықтан осындай мәселелерді жою үшін ертең балалардың арасында осындай әртүрлі алшақтық болмас үшін осы жұмысты біз міндетті түрде жүргіземіз. Негізінен былай айтатын болсақ, бізде ОЭСР дамыған мемлекеттерде орташа алғанда 190-200 күн оқиды екен бір жылдың ішінде. Считайте, они обучаются в среднем от 190 до 200 дней в году. Мы фактически обучаемся порядка 145 дней. И считайте, каждый год вот эта разница, и она за 11 лет составляет очень большую разницу, это сказывается и на качестве знания. И в итоге получается так, что у нас условно в один день большая нагрузка в эти 145 дней, в других странах эта нагрузка, значит, растягивается на большее количество дней. Но сейчас мы проводим исследования, по итогам исследований будет поставлена точка, мы обязательно всех вас в первую очередь проинформируем.